негізі. Керемет, Баян. Менің адамым екендігін қалай түсіндіңіз және қашан? Енді біз алдында тек қана өнер адамдары ретінде бір кездесіп қалған кезде, шығармашылық жайлы жиі әңгіме қозғалған кезде Ерлан маған әрқашанда бір өзінің ақыл кеңестерін айтып жүретін. Саған осындай бейнебаян түсіру керек, саған осындай осай жұмыс жасау керек, не болмаса бір басқа қалаларда гастрольдік сапарларда жолығып қалған кезде маған мен эфирге бара жатырмын, жүр менімен бірге телеарнаға барып сұхбат беріп қайтайық, бүгін радиода түнгі эфир бар екен, соған барып қайтайық деген секілді өзінің тікелей эфир болмасын, жаңағы эфирді сылтауратып мені алып жүретін. Енді гастрольдік сапарға барғаннан кейін құрдам босқа жүруге болмайды, бұл жерде де жұмыс жасап жүру керек деген секілді, былай айтқанда өзіне маған деген бір жанашырлығын, қамқорлығын сездіріп жүрді. Енді бұл махаббаттың жалпы ең бастапқы көрсеткіші ол адамға деген жанашырлық деп білем өз басым. Біреуді жақсы көрсең, соған жаның ашып тұрады, соған бір жақсылық жасағың келіп тұрады. Сондай бір өзінің ер адамға тән, жалпы адамзатқа тән ерекше жақсы қасиеттерімен мені